Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен кеседе дайындалатын самсаның бір түрін жасадым. Егер сізге осы видеоны ұнайтын болса, лайк басуды және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Дәмі ауызда еритін және сіздің отбасыңызды қуантатын осыны бір ерекше тағам түрін жасайтын боламыз. Рецебі өте оңай және бір жегеннен ақ тойымды болып шығатын осыны ерекше тағамның түрін жасайтын боламыз. Ішінде көптеген көкөністер бар және олар біздің ағзам үшін өте пайдалы. Осы рецепті жасап отбасыңызды қуантыңыз. Бұл ерекше тағам жасауда бізде ең алғашында салмасын жасап аламыз. Салмасына картоп, пияз, сәбізді алып, оларды 4-1 етіп турап шығатын боламыз. Келесі кезекте етімізді доскаға былш етіп салып, оны турай бастайтын боламыз. Менде бұл жерде сиырдың еті, сіздер қойдың не жылқының етін алсаңыздар болады. Оны шұңқыр табаға алып, жаңағы картоппен үстіне 1 қасық тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка немесе осындай өздеріңізге ұнайтын кез келген дәмдеуішті салсаңыз болады. Келесі кезекте сәбізімізді салып, барлығын бірге жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Етке міндетті түрде жаңағы тұздың, паприканың, қара бұрыштың дәмі сіңу керек. Келесі кезекте помидорымызды жаңағыда дәл 4-1 етіп турап, сарымсағымызды майдалап етіп турап, жаңағы табамызға салып шығатын боламыз. Онымен қоса барлығын бірге жақсылап тұрып араластырып, өзіміздің қамырымызға көшетін боламыз. Қамырға міндетті түрде електен өткізілген ұн, 1 қасық тұз және маргарин немесе сары майды салып, барлығын бірге жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Осындай түйіршік пайда болғаннан соң үстінен тастай су салып, жақсылап қамырды ереп шығарамыз. Қамыр қолға жабыспайтын және жұмсақ болуы тиіс. Салафанға салып қойып, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Уақыт өткеннен соң қамырымызды қайттан елей бастап, оны бөліктерге бөліп шығамыз. Жайып шыққан қамырымызды кесеге саламыз да, оның үстіне салмамызды салып, артыншақ пияз және жаңағы турап болған пиязымызды, сарымсақ және үстінен сәл ғана сары майымызды салып, қамырдың бетін жақсылап тұрып жауып қоямыз. Бетінде су шықпауы керек. Осындай етіп, ұзын етіп қамырымызды созып, жаңағыдай видеода көрсетілгендей етіп істеп шығамыз. Кеселердің бетін жұмыртқамен жақсылап тұрып жағып, духовкаға 250 немесе 200 градуста 45 минутта пісіретін боламыз. Еті толық пісетін болады. Сіздерде осындай керемет, ауызда еритін, кеседе дайындалатын тағам пайда болады. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, менің каналыма және инстама жазылуды ұмытпаңыз.